Ақшам шерифлеріңіз қарлы олсын өтетлесер желер, Юахырым телеканалында хаберлер жанлы яйында, студияда Муслим Умеров болына. Келіңіз хаберлерімізге кечейік. 35 сене бойынша кірме сиясақ Суспильный Крым журналисті Тарас Ибрагимовның ижал етілген Қырым ве Русеге 2054 сенесіне қадар кірме сиясақ етілді. Журналист бұл қарарны мемури кечітті алған, тәфсилетлі жебізім ұберіміз Ангелина Сацық біле. Телекесізлік қадимы менден Тарас сізін не үшін кетіргеннің фарқына барасыз. Мен ісе білем де білейім. Олар ісе отырыңыз сізге 35 ел бойынша Русия ве Қырымға кірмек ясақлағаны бақында білдіреміз. Бұл весиқаны сынырда çalışқан телекесізлік қызметінің қадимы берді. Бұл формаль бір весиқа ве умуми федераль қанунларының жормаларына эсаслана ве не үшін олар бөле қарарыны чықарғаны белі дегел. Амма телекесізлік қадимлері ве мен әр шейіні анлаймыз. Иш сиятындан евел сынырда фәзбетчілер мені тинтилер. Мен о вақыт соны бөле олажағыны исеті едім. Оле олып чықты ішті. Кірмекні ясақладылар. Менімже бұл қыршылықлы нефрет мен олардан ве ФСБ-жілер де менден нефрет етелер. Бұл мевзі бойынша шақа етедік. Белкі сізім Қырымда бизнесіңіз бардыр. Мен оларға егер бизнесім олса, Қырымда Қырым татарлар арасында чоқ танышларым бар. Бұның үшін күрмеге ясақладыңыз дедім. 4 ел бойынша Тарас Қырымда журналист олып çalışты. Қырым татарлар такебонен бақлы мешур махкеме даваларыны айдынлатып келді. Бұл ясақлавны ООС фаалиятынен бағылай. Менің әллерімнің izlerini alıp profil ve anfasımını foto yaptılar. Meni imzalanız dediler ve bu vesikanı verdiler. Her şey kameraga çıkarıla. Yasaklaf hakkında kararını okup her şey anlaşılır mı dep soradılar. Men olarga her şey anlayayım dep ayttım. İki silahlı sınırcılar meni şlagbaumdan getirdiler. Тарасның сөзіріне көре бұл ясақлав бойынша шикает бережек. Şikayet vermege niyetlini, adliyecinin beraber FSB'ge karşı dava hazırlayımız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yollarımız de bileyim. Журналист ақында лаф етсек, бұл мен білесем сөз сәрбестілігіні бозылуы деп танымақ мүмкін. Халықара иделерге мұражат етмек керек. Mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şahsi şikayeten başlap da mürekkep prosesler bitirmege керек. Mesela Ukrayna devletleri arası Rusiyaga karşı şikayet ve başka Kırım işgali ve insan haklarının bozuluvları bakılған mahkemelerge müracaat etmeli. Тарас журналистикадан вазгечмемек ниетінде. Ишғал етілген Қырым ве Қырым татарлардың бағылы мевзуларының адынлатмаға девам етежек. Ама бұндан сон, бұл ішні Украинаның қыта қысмында yapmaға девам етежек. Ангелина Сацық, Андрей Хрусталев, хаберлер ЮА Қырым. Кремль саяси мүбіслерінің жедвеліне да бір шақыз қошылды. Қырым сакины Иван Яцкинні Қырымның ижғалжы өкіметі жасуслықта қабатлай. Бұл ақта Суспильный хаберлеріне адвокат Николай Полозов хабер етті. Адвокаттың сөзлеріне көре 2019 сенесі октябрь айында бұл шақыз тұтылып, мақсус учақнен гизлиджі ижғал етілген Қырымдан ФСБ-нің Москвада ерлешкен Лефортова пысқанесіне алып кетірілді. Бұл вақыт хаджи о ярдымсыз бір кішілік камерада тұтылған еді. Ижғалжы таққатшылардың версиясына көре, о Қырымда Русия Федерациясының гізлі мәліматыны топлап, Украина үкіметіне елланған. Бұл қабатлав бойынша о 20 елға жазатлықтан марум етілі біле. O şimdi Lefortova tahqiqat izolatorunda tutulmakta. Tevkif müddeti 2020 senesi Mart ayına belgilendi. Ona resmi haberler verildi. Sağlığından rahatsız. Bugün men Ukrayna Yukarı Şurası İnsan Hakları boyunca vekili Lyudmila Denisova'nın konuştum. Biz Ivan Yatskin'in kompleks korçalanması boyunca çalışacakmız. Onu herhangi mümkün olan denişuf cedvelerine kiritecekmiz. Украинада әлі қолған Донецк авалиманның имайджелері анылды. 5 жылы белсі январінің 20-де Русия тарафын тұтқан айдутлар авалиманның яны терминалны патлатқан ділер. Анда 44 аскер әлі қолды. Бұл есе имайы мүддеті бойынша әлі қолған ұми аскер сайысындан зиядедір. Авалиманның имайысы 242 күн девамында атеш алтында кечті. Умумен алғанда Донецк авалиманы үшін алып барылған көреш девамында Украина 200 ватандашыны ғайып етті. Мудафа назерлігі берген мәліматларға көре, олар арасында Украина селелі құбетлерінің аскерлері веғынулілер де бар еді. Украина аскерлері бойсунмағанлары үшін киборглар деп адландырылған ділер. Итирам акциялары Украинаның фарқлы веретлерінде кечті. Сабадан Борис Валиманда аскерлерге сайғы көстермек үшін Дженг чанлары адылы екені музыкаль алет чалынды.
Бу ади гильзалар дегил. Бу bizim düşmanlarga karşı atkan cenk снарядlarının gilzalары ola. Biz icadi bir insanlar olarak böyle çalgı aleti yasap cenk sınınaca ona urup durarmız dep ayttık. Sonra onu ebedi hatıra muzeyine teslim edecekmiz. Январь айының 28-ден башлап Украин телеканаллары «Спутник» вастасынен сейретмек үшін пара төлемек керек олacak. Дайвел бу яйынлар январьның 20-ден кодланмасы планыштырылайды. Ләкин сонрадан күні абуштырылды. Анги каналлар блок етілежек, альтернативлер бармы йоқмы ве насыл етіп Қырым сәкенлері Украин телеканаллары сейретіп олacağını Руслан Халапов огренмеге тырышты. 2020 senesinden başlap Ukrayin Sputnik telekanallarının signalları kodlanmağa başlayacak. Sonki aylarda teleseyirciler böyle bildirimler görebilirler. Bazı Ukrayin telekanalları açık şekilde Sputnik vasıtasının yayınlarını bitirecek. Bundan son onlarını ilave төлевлер yaparak seyir etmek mümkün olacak. Баштан бу ихтисади бір меселе, чөнки біздерді иш япқан анги бірісі оларық, ятырымлар үшін келеріні қайдан әлде етіп, бу параларны бір мақсулат чықармаға насыл қайтарыр екенміз деп түшінеміз. Сериал шоуларны япып қадимлерімізге айлық төлемек керекміз. Алынған контентны ресми сайыплері огынды белі бір мечбуриетлеріміз бар. Оны тек Украин территориясында көстере білеміз, бұның үшін өз мечбуриетлерімізді қанылештірмек керекміз. Umumin 23 телеканал kullanacak. Arasında STB, Новый канал, 1+1, Интер, Украина ve diğerleri de бар. Қырымнен бір сырада ишғал етілген дигер территорияларда біздің қызмет пакетімізді сейретмеге істеген Viasat абонентлері берілген қызметлер үшін үдеме япарақ Viasat тюнері самырлап, оны en yakın Nova Poçta bölümünden alabilecekler. İşgal edilgen Kırım'a en yakın Nova Poçta bölükleri Hristiyan vilayetindeki Kalançak, Çaplınka ve Novatroyski kasabasında yarışmakta. Tünerinin fiyatı 1099 grivna olacak. Koşma ödeme olarak hizmet paketini satın almalı. 84 kanal için asgari ödeme fiyatı 69 grivna tutacak. Белі башлы Украин телеканаларының Спутник сигналларының кодланмасына қаршы чыққан бұны япмақ керек, анчақтаман бұ вақытта яны ишғал ве женг вақтында yapılması uygun дегіл деп көрем. Ватандашларымыз Украин информацион сасында қалмасы үшін Украин телеканаларының сигналы алмақ кереклер. Мен белесем, бұ менің шақси фікрім, ишғал етілген территорияларға біздің тесіріміз эксележек. Мили шура бұ эснасыны тоқтатып оламай, чүнки бұ яйын япқанларының тижари фалиетінің бір қысмы сайла. Açık şekilde regional, mahsus ve tahminen 40 telekanal kalır. Sputnik signalının kodlanığı yanvarının 20'sinde ötkerilecek edi. Son medya holdingler onu yanvarının 28'ini avuşturdular. Ruslan Halapov, Andrey Хрусталев, haberler, Yoa Kırım. Rusия актерлары Украинаға кірсетілмеді. Гүмірушілер Запорижье авалиманына Варшавадан келген Сергей Колесников, Велариса Удовиченкоға Украинаға кілмесіні ясақладылар. Бұл вақытта Суспильный хаберлеріне Украина Девлет сыныр қызметінің спикері Андрей Демченко хабер етті. Русия актерлері Запорижьеде идея фикс ойында иштирак етмеге планыштырайдылар, ясақ бейінатындан бір қач сааттен сон ойын лағу етілді. Бұл вақытта өз Facebook сайфасында тешкелятчы ширкет язған. Шымды бұл бейінат сілінді, қатырлатмақ керек ки ойынның да бір русиялы актері Марат Башаровға да сынырдан кешмесі ясақтыр. Бұл шақыс 2014 сенесі Қырым ишғаліне қол тұтып, ишғалден сон ярамада бір қач кере чыққыш yapқан еді. Rusya'nın diğer uç vatandaşı hususuna kelgende, onların bazıları Ukrayna'ga kelip maksatlarını tasdiqlap olamadılar. Başkalar ise Ukrayna'da bulunup maksat ve gerekligini tasdiqlap olamadılar. Bunun için onlar uçakның geri qaytarıldı. Ишғал етілген Қырымда вафтиз байрамы кечті. Ахмеджеттікі Украина ортодокс келсесінде танталы дуа ве сувның мұқадеслештірілуі кешірілді. Ишғал етілген шер сакенлері иштимай ағларға мерасимде чекілген видеоны дер четкенлер. Азиз князь Ольга ве Владимир келсесіне 200-ден зияде инсан келген. Программамыз сонына етті. Хаберлерімізді қачырмаңыз, Фейсбуктаки енолықларымызды тақып етмеге ұнытмаңыз. Сағылықнен қалаңыз.